Талдықорғанда трекингтен республиканың тұңғыш чемпионаты өтті. Оған Қазақстан, Ресей және Қырғызстан спортшылар қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда, әзірге қатысушылардың саны 20 адам болғанымен, келешекте бұл бәсекеге ықылас білдірушілер көп болмақ. Өйткені ол жастар арасында енді ғана бұқаралық сипат ала бастаған қызықты ойын. Оны тамашалау көрермендер үшін де әсерлі. Трекинг бұл спорттық қозғалыс. Мұнда гимнастиканың да, жекпе-жек сайыстарында элементтер бар. Ерекшелігі спорттың өзге түрлеріндегідей нақты ережемен талап жоқ. Ең бастысы трюктердің бәрі әдемі, әрі ұтымды болып шығу керек. Болашақта мысалға шетелде осы спортты көтерген бастаған адамдарды шақырып, осы жаққа Қазақстанға осы спорттың бізде де бар деп ары қарай және де бірінші біздің чемпионат өткізіп жатырмыз. Осыған Москвадан, Россиядан шақырып жатырмыз. Ол жақта ол біз сияқты осындай осы спортты дамытып отқан жігіттерге бәріміз ұйымдастырып бүкіл әлемге таратсақ деген ойымыз бар.